Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біздің Анаспен екінші подкастымызға қош келдіңіздер. Осы бөлімде біз Анасқа жастарға байланысты сұрақтар қояйық деген жоспарымыз бар, иншалла. Қош келдің, Анас. Қош болдық. Қалың қалай? Жақсы, алхамдулилла. Көңіл күйің жақсы ма? Иә. Ойланып айттың ғой. Қазақстан ауасы кішкене қызық, сол үшін. Енді үйреніп жатырсың. Иә. Жақсы. Мен саған қазіргі жастардың және де шариғатқа байланысты түсініктеме, сен жасың 19-да. Соған байланысты мектеп жасында, қазіргі жастардың ортасында, жалпы ортамда қандай мәселелер қозғалады, не маңызды, сен ол мәселеге қалай қарайсың деген сұрақтарды қояйын. Соған байланысты көрген немесе түсінген, әрі қалай дұрыс екен, өйткені сен исламды оқыдың ғой. Діни тұрғысынан да білесің, араб елінде өскеннен кейін. Сол қай жағы дұрыс, қай ой дұрыс емес екен, қысқаша бізге түсіндіріп айтып өтсең. Бірінші мәселені байлық пен кедейшіліктің ортасындағы айырмашылықты қалай ажыратуымызға болады? Жастар, сендер кімді бай, кімді кедей деп көзқараспен қарайсыңдар? Байлықтың бірнеше мағынасы бар ғой. Ақшалық байлық бар, ғылымдық байлық бар, сен рухани байлық бар ғой. Енді ақшалық байлық болса, ол жұмыс, енді ол халал ақша болса. Харам ақша болса, ол енді қуышылық, алдаушылық болады. Бірақ негізі ең көбісі көп жұмыс істеу, сол көп жұмыста ақылды болу керек. Көп жұмыс істеу, яғни барып бір затты қайта істеп тұру емес, бір затты істеп, соны ақшасын жинап, басқа бір жерге қойып деген сияқты. Ал ғылыми ол енді ғылым жинау, ғылым оқу, көп заттарды білу, көп заттарды жаттау. Рухани ол енді ең қиыны деп ойлаймын. Рухани ол жеңіл өзгертілмейді. Өзіңді білуің керексің, сыртта адамдарға қалай көрінесің, соны түсінуің керексің. Сен әрекеттерің қалай болады, соны түсіну керексің, ол әрекеттерді не үшін істейсің. Сондай мәселелерге келеді. Енді сендер қазір ортамда болған кезде адамдардың киіміне қарап байлығына байқайсыңдар ма? Таныс болмаса, мысалы үшін бір жас достарым, бір құрдастарым бар болатын болса, бір сыныпта оқитын, әлі таныспағандарым болатын болса, бай ма, кедей ма деген айырмашылыққа түсесіңдер ма, әлде танысып алып, сөйтіп ары қарай жалғастырасыңдар ма? Негізі мен біреумен танысам, мен бәріне байқауым керек ең басынан. Ақша жолынан бай ма, ақылды ма, и діни жолынан қалай үйренген. Ақша жолынан ол енді киім, қолданатын заттары, даже ақша байлығынан да ол әрекеттерінен де байқалып, киім дегенсе, мысалы, бір осы поло бірдеңе кисе, ол ақшасы бар деп ойлаймыз, бірақ та ол мүмкін ақшасы жоқ, бірақ та бәрібір де ақшасын құртып тұр. Мысалы, қатты бай болса, ол байқалады. Кейін ғылыми жағынан тыныш, сөзді жүргізе алатын біреу болса, сен түсініп, сенімен бірге сол топик туралы сөйлесіп жалғастырса. Кейін діни ол енді values-тарынан байқалады. Ұстанымдарынан. Ұстаным дегенде қандай ұстанымдар? Мысалы, кіммен шығады, кіммен дос, кіммен қалай сөйлеседі, анасына құрмет қанша, әкесіне құрмет қанша, әпкесіне қалай қарайды, інісіне қалай қарайды, мысалы, оған дұрыс заттар үйреткізеді ма, жоқ па? Жауапкершілігі бар. Жауапкершілігі бар ма, кейін темекі тартады ма, арақ ішеді ма, қыздармен жүре береді ма, сондай сияқты. Ал енді сен жас бір жігіттің деп айтайын, жас жігіттің мұсылман екеніне толық қалай көзін жетеді? Сен былай қарадың, 18-19 жастағы сенімен қатарлас бір жас жігіт келе жатыр, сен жасайтын қандай әрекетіне сен дереу мынау дұрыс мұсылман екен, немесе дұрыс жолда жүр екен деп байқайсың? Сондай түсінік қалыптасады. Енді жай жолда жүрген ба, или мен оның бірге сөйлесіп тұрған ба? Жай көшеден кетіп бара жатқан кезде бір әрекет, қай әрекетіне сен көзің түседі? Енді жай көшеден кетіп барғанда оны толық тани алмайсың, бірақ та ең анық дәлелдердің біреуі, ол жүріп бара жатқан кезде қай жаққа қарайды? Түп-түзу ма, или жан жақта адамдарына қарайды ма? Сол бір жағынан енді біреумен сөйлескісі келіп тұрса, ол кішкене андай дінге қатты бағынбаған болуы мүмкін. Ол жүзу қарап тұрса, ол жай барды жеріне барады да келеді.
істеу керек бір заты бар, соны істейді да қайтадан қайтады. Сен уже айтқың келіп тұрған нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан хадисі, Құранда аяттар ғой, ғаддул басар деген айтқың келіп тұр ғой. Ғаддул басар басқа да осылай те дін үйренбеген болса, жан жаққа қарайды, осылай темекі сататын бір жер бар ма, осылай ойнайтын бір жер бар ма, осылай ішіп пысып отырады жолда. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи жастарға не деп айтады? Ол бос уақыттарын немен толтырыңдар, немен өткізіңдер деп айтады? Ғылым, спорт, жұмыс. Сондай заттар ең көбісі. Енді негізі жұмыс деген кезде ол жұмыс кішкентай жасынан бастамайды, бірақ та ең бірінші зат сол спорт шығар. Ал енді сенің жасындағы бір бала дін үйренгісі келсе, ислам жайлы көбірек білгісі келсе, не істеу керек? Нөлден ба или? Нөлден. Енді нөлден болса бірінші намаз оқуды білсін, сен Құран оқуды қалай болатынын білсін, ең бірінші 100 жетеді деп ойлаймын, қазірше. Енді 1 жыл бойы. 1 жыл бойы сол 100 осылай жақсылап үйренсе, одан кейін қай 100 болса да өзін жете алады, ютубқа қарап. Бірақ та негізі намаз қалай оқылынады, оразаны қалай ұстайды, сен осылай basic заттарды, фундаментальный заттарды үйрену керек. Бастапқы. Оларды толық үйренсін, сосын кейін кішкене терең жаққа кіреді. Ал енді қайсын дұрыс екен, қайсын дұрыс емес екен, оны қалай байқайды? Сен қалай ойлайсың? Сен қалай байқадың мысалы үшін? Дұрыс екен. Ол енді шын айтсам, адамның өз ақылақияттарына қарай. Мінезіне? Мінез ғана емес, өз туылған табиғатына, Әйтсе біреулерде бар, осылай табиғатында біледі, мынау қате болған, мынау дұрыс, мынау қате болмаған. И басқа біреулер білмейді мысалы. И бір жағынан да ол табиғатта емес, үйдегі әке-шешесінен де болуы мүмкін. Үйдегі тәрбие. Өйткені барлығымыз білетін, енді мұсылмандар білетін, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бойынша адам баласы мұсылман болып дүниеге келеді, асыл болмысы сол болады дейді. Дұрыс. Енді сен жақсы досты қалай таңдау керек деп ойлайсың? Енді қазіргі уақытта жақсы дос деген зат қатты айта алмаймын. Қазіргі уақытта достар бар. Кейін қазіргі уақытта мен балаларды вообще достар, кейін братьяға бөлемін. Достарға жай танимын, бірдеңе керек болса, или сәлем, қалайсың деп айта салам болды. Ал қалғандар олармен күнде шыға беремін, күнде отыра беремін. Қай жерге барсам да бара беремін. Жақын қарым-қатынаста боласың. Жалпы дос дегеннің мағынасы не? Енді дос деген оригинал не мағынасы? Сенімен бірге әрдайым жүретін, жақын, сен бауырың сияқты жүретін бір адам болу керек. Бақта қазіргі уақытта дос деген мағынасы, ол сені танисың, бірдеңе керек па, маған мынандай керек, мақұл бол. Солай деп ойлаймын. Ал ислам тұрғысынан досыңды қалай таңдауың керексің? Ислам тұрғысынан бірінші намаз оқу керек, анасына құрметті болу керек. Сен қыздармен көбісі ары-бері жүрмеу керек. И басқа не болады? Сол. Енді келейік, жалпы мынау мектепте, сен енді интернационалды школда оқыдың. Сол кезде мектепте Құран сабақтары болды, намаз уақыттары да бөлек болды, арнайы, және де діни сабақтар да болды, діни тәлімдер де болды. Сен қалай ойлайсың, мектепте алатын біліміңмен қазіргі деңгейге жете алатын ба едің? Тек қана мектепте ғана оқып, әлде сен қосымша бір нәрсе үйрендің ба? Енді осылайды қосымша деген кезде қатты қосымша емес, балалар не көбісі школға барады да, сабақ оқиды, сабақ оқыған кезде мен емтиханнан өту керекпін деп ойлайды да, емтиханнан өткеннен кейін болды. Бірақ негізі школға барған кезде, мектепке барған кезде ең басынан бірінші класстан бері сен фундаменталін үйренесің ғой. Сол фундаменталін ең басынан бастап қатты осылай табиғатынан өзі сияқты үйреткізсең өзі миына, автоматически осылай сей салатындай, сен ары қарай 12 классқа дейін нормально жүресің. Мысалы мен 12 классқа дейін балаларым бәрі тағылады, әнесі сен қалай класста осылай көп мән бермей бәрі бітіп бізден жоғары баға аласың дейді. Сен айттым, мен бірінші класстан бері мен жақсы оқып жүрмін, неге әйтсе мен үйренгім келді, мысалы 1 + 1 2 ғой. Бірақ та неге 1 + 1 2? Әйтсе бір затқа бір зат қоссаң 2 болады ғой. Сондай фундаменттерін қатты осылай
әрбір затқа неге осылай емес деп те сұрау керек. Мысалы 3-ті 5-ке көбейтсең 15 қой. Не деген сөз? Яғни 3 5-тер бар, или 5 3-тер бар ғой. Сен неге солай? Неге басқа зат емес? Яғни 3-те 5 неге 14 емес? Әйтсе ол мантықи емес. Мантықи зат не? Сен 3 5-ті қосқан кезде 5-ке 5 қоссаң 10, 10-ға 5 қоссаң 15. Номерлардың логикасы сондай жүреді негізі. Мен енді сан жағынан білесің, сан жағынан ондай нем жоқ. Мен қазір сан жағынан кетіп қалдым, енді қазір сандар бір-біріне кіріп кетті. Мен есімде Айша мен сен бір дүкенге, магазинге неге кірген кезде есептеп бірінші шығарып беретіндер, иә? Сол адам таңғалатын. Кішкентай ғой жастардың. Кейбір сен қалай ойлайсың? Әр баланың өзінің ерекшелігі болады ғой. Ерекшелігі болады, бірақ та кішкентай жасынан бері ол бәрі заттан көтерілем десе көтеріледі. Енді ерекшелігі ол өмір бойы ештеме істемес. Сен бір уақытта ғана бір затта қатты қызығы тиді да, оған жүгірді, жай болды. Қызығып кетіп соған кіріп кетеді. Бірақ негізі кез келген бала, кез келген нәрсені, білімді, ғылымды үйренуге болады дейсің. Иә. Үйренгісі келсе, әрі соған мүмкіншілік болса, әрине. Жақсы. Енді намаз, сен неше жастан бастап ораза ұстадың? Енді ораза 8 жастан 12-ге дейін, фәжірден асырға дейін ұстадым. Сосын 12-ден 13-тен бастап мағрибқа дейін ұстап бастадым. Асыр деген, фәжір дегеніміз таң намазы, асыр дегеніміз екінті уақытына дейін, мағриб дегеніміз ақшам уақыты. Демек, толық неше жастан бастап ұстадың? Толық 12-13 жас. Демек, бұл жас мәселесі көп балаларда да бар нәрсе, яғни кішкентай кезден бастап қызығушылықтары бар. Оған әке-шешесі жоқ деп айту керек па, әлде балаға келсе демеу беру керек па, сен қалай ойлайсың? Жоқ та демеу керек, я да демеу керек. Бала ол істегісі келсе, мақұл істей деп айту керек. Істеймін десе, істемес, бірақ та кішкене тырыссын. Қат емес, яғни жоқ, ораза ұстауың керексің деп емес. Да мақұл, бірақ та мысалы келесі жолы онда 4 сағат ұстап көр, или 5 сағат ұстап көр. Бала ниеті болмаса, оны кішкене көндіруге тырысасың. Бұл жаңағы әке-шеше мен баласының ортасына болатын диалогқа байланысты болады, иә? Қарым-қатынасқа, жақсы мәмілеге болады. Баласын қаншақты таниды, соған қарай мәміле жасаған дұрыс. Жақсы. Енді саған мынау әлеуметтік желі, интернет жайлы, телефон жайлы, компьютер ойындары жайлы әңгіме қозғасам, сондай сұрақ қойсам, сен ойнайсың ба? Иә. Телефон қолданасың ба? Иә. Инстаграм бар ма? Иә. Тикток бар ма? Жоқ. Күніне қанша уақыт бөлесің? Күнге қарай. Мысалы, көп жұмыс болған күндерде 1 сағат, 2 сағат. Анда-санда 5-6 сағат. Яғни ойындарды, телефонды сенің жалпы күнделікті керекті пайдаңа тиетін нәрселерден жоғары ұстамайсың. Маңызды нәрселерден алып тастайсың. Досайды, телефон вообще көп пайдалы зат жоқ. Мен телефонмен көп жұмыс істеймін ғой. Мен жұмыс істейтін болсам, компьютер болады. Компьютерден көп санау. Маған жазуға жеңіл ғой. Сабақ оқу, емтихан тапсыру, или бір бәхіс жасау. Ойындышы? Ойын енді екі жақта болады, бірақ қазір компьютермен ойнатып қойтам, сол көп уақыт алатын байқап. Телефондан да көп. Енді қазір солардың орнын немен толтырасың? Қайсының орнына? Жаңа ойындардың орнына. Спорт? Спортты басында үйрену оңай болды ма? Жоқ. Спортпен шұғылдану? Спортмен негізі 6 жастан бері футбол и әкемді бокс үйреткізген еді үйде. Сен осы отжимания, штангада ойнау. Сол уақытта да мен қатты мән бермеген. Бірақ сен аздан анамда маған 11-12 жастан бері жоқ отжимания істейсің. Бір күнде 100 істемесең тамақ жемейсің мысалы, или мынандай зат алып бермеймін деген мысалы сондай зат болды. Сен ары қарай өзім спорттың пайдасын әсерін көріп бастаған кезде өзім қызығып кетті олар. Тура осы нәрсені Құранға айта аласың ба? Яғни Құран басында үйрену, жаттау оңай болды ма, әлде қиын болды ма? Енді Құран кішкене ерекшелеу деп ойлаймын. Тек Құранның өзін толықтай түсіну керексің. 11-ші, сен спорт түсінбей істей бересің ғой. Сен нәтижесінен кейін түсінесің ғой. Бірақ Құранды сен түсіну керексің.
неге біз мына жақтамыз, неге басқа жақта емеспіз, неге осылай туылдым, басқа жолда емес, неге алла тағала бізге құран қылып қана берді, басқа яғни пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассаламға жеткізді, неге өзі жеткізбеді, неге бізге көрініп айта салмайды, мен бармын, мұны маған ғибадат етіңдер деп. Бұл сұраққа былай жауап береді деп ойлаған жоқпын. Сен өте күшті жауап болды негізі. Енді ол кішкене тереңдеу әйтсе. Оны білу үшін бірінші өзің түзетуің керексің. Өзің түзетпесең, сен дінге қарасаң, адамдар неге көбісі дінге қарап, осылай бас ауырып кетеді, или жоқ, мынау мен түсінбеймін, мынау маған емес дейді. Жақсы. Енді сенің алдыңа дінге қарсы болатын біреу келсе, намазды мен оқымаймын, оқым келмейді, немесе Құранды оқымаймын, оқым келмейді деп айтатын болсаң, Оқымасын, маған не? Сенің ойынша бір жас жігіттің, мұсылман жас жігіттің жасау керек нәрселері және де жасамау керек нәрселері қандай ислам тұрғысынан? Сен қазір жасалынып жатыр және де ол қате деп ойлайтын нәрселер қандай? Осылай сұрайыншы. Енді ең көбісі жасайтын заттар ма, яғни? Иә. Енді мұсылман еркектердің қазір ең көбісі жасайтындар, анау қыздармен қатты көп сөйлесетіндер бар. Сосын бос уақыттарын кішкене маңыздырақ, мағына беретін заттарға бермеу. Сосын тағы да көп темекі тартатындар бар. Ол да жақсы емес. Ең көбісі айтады, темекі харам емес деп, ол арақ емес деп, ол бәрі денеге зиян тигізеді. Сол үшін ол негізі дұрыс емес. Ал енді жасау керек болған мұсылман жас жігіттің, жас баланың жалпы жасау керек болған нәрселер не деп ойлайсың, маңызды деген? Жасау керек, енді қазіргі көп айтылу керек болған, қасында адамдарға көмектесіп, оларға жақсы сөз айтып, жақсы жолда қарап, ең көбісі ең жақын адамдарға көмектесу. Мысалы барып, танымайтын жолдағы бір адамға көмектесіп, бақты еге барып, анасына сөз қайтарса, или оған көмектеспесе, дін шаруаларында мысалы ол жақсы емес. Бұл жердегі Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар ғой, әл-ақрабуна әулә бил маруф деген. Яғни бұл мәселе тек қана мәміле жағынан емес, керек болса зекеттің өзінде, садақаның өзіне ең жақын жаңағы жағдай жоқ болса, туғанның, туысқанның соған бірінші беріп баста деп айтады, жақсы. Енді мынау ақшаны жұмсау жағынан, жалпы мынау киім үлгісі жағынан қандай кеңес бересің мұсылман жастарға? Енді ақша қолдану да болса, ақша қолданса, қолдансын. Бірақ қатты көп қолдану ол да жақсы емес әйтсе. Мысалы бір зат сата алғысы келсе, сата алып көрсін. Мысалы пайдасы тиеді ма, или зарары болады ма, или вообще пайдасыз ба, зарары да жоқ болса, пайдасы бар болса алсын, зарары жоқ болса алмасын. Пайдасы да жоқ, зарары да жоқ болса, жай көрсін, болды, үйренеді осы. Қандай затқа ақша қолдану керек, қандай затқа ақша қолданбау керек деген сияқты. Сен енді мектепті бітірдің ғой, мектеп түлегі болдың қазір, альхамдулилля. Мектепте маңызды деп ойлаған нәрселерің, бірақ мектеп бітіргеннен кейін қазір маңызды емес екен көрген, байқаған нәрселерің қандай? Енді мектепте емес, мектепті вообще айтайын, маңызды ма емес деп. Мектеп бір жағынан маңызды, бір жағынан маңызды емес мектеп. Әйтсе мектептің системасы осылай, саған сабақ береді. Бірақ та система жағынан бергеннен кейін ол қатты жабық болады. Яғни сыртқа бармайсың, неге мынандай емес, неге осылай емес. Әйтеуір мынаны білсем біл дейді, сен емтиханға тапсырды, жақсы бала ал дейді. Бірақ та ол сондай болмау керек қой. Ол білгісі келсе білу керек. Сен оған айтсаң, уже кейін бірдеңе білгісі келсе, сұрақ сұрамайды оны тұрады. Неге осылай емес. Сен басқа адамдар оны пайдалану мүмкін. Анасы мынандай. Сен неге демесе, солай жүре береді, қате болса да. Ал осы жағынан ислам діні өте жақсы, иә? Неге? Исламда айтады, сұра, ғылым алуға тырыс, неге осылай емес, неге осылай. Құранда болсын, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннетінде болсын, барлық сұрақтарға жауаптар бар. Бірақ кейбір мәселелерді байқасаң, сұрақ сұрауға болмайды деп айтамыз. Сұрақ сұрауға болмайды, әйтсе ол біз түсіне алмаймыз оны. Сен түсінуге тырыссаң, сен өзің миың шіріп кетеді, сен одан кейін не айтылатынын да түсінбейсің. Білсең, яғни біз былай түсіндіреміз ғой, өйткені ол жайлы бір нәрсе үйренгілерің келсе, ол маңызсыз бір нәрсе болса, білген кезде сендер сауап алмайсыздар ғой деп айтамыз ғой.
енді маңызсыз деген бір нәрсе жоқ. Сен әлемдегі әрбір зат бір зат үшін жаратылды ғой. Енді мысалы мен YouTube көріп сен көбісі қандай зат болса да көре береміз. Самолеттер туралы, хайуандар туралы, машина туралы, сағат туралы, киім туралы маған қатты нәрсе жоқ. Мен барып киім тігейін деп отқан жоқ қой. Сондықтан киімді қылған кезде қалай істейді, не үшін осылай тігіп жатқан кезде не үшін осылай қылып шығады. Сен оны білген кезде сен вообще әлемдегі паттерндар бар болады. Паттернды білесің бе؟ ممكن تقولها بالعربي؟ لا ما مش فاكر بالعربي الصراحة. باتر يعني مثلا بعد الأحمر بيجي أزرق، وبعد الأزرق بيجي أحمر تاني، بعد كده أزرق، بعد كده أحمر تاني. ترتيب اللولبي؟ Yeah. Так, оның қазақшасы қалай болады? Мәссаған, мен отырып алдым мұнда қазақша керемет нететіндей. Жаңағы түстердің жаңағы қайталап келуі ғой. Соны айтып тұрсың ба? Иә, бірақ ол жаңағы түстер емес, заттарды болған. Мысалы, суды төккен кезде су шашылады. Неге шашылады? Неге бір жерде тұрмайды? Неге вообще ауада тоқтамайды? Мысалы, бір тас лақтырған кезде бір айнек сынады, бірақ қалай сынады? Сынады, екіге бөлініп осылай кіреді ме? Или 1000 шетке сынады ма? Ау? Шытынайды ғой. Шытынайды, иә. Шытынайды, ол бірдеңе тез кетпейді. Иә, әйнекке шытынады. Ол физика. Ол жағын енді ондай мәселелерді ғылыми тұрғыдан, яғни маңызсыз, пайдасыз болса да білген дұрыс дейсің ғой. Білген дұрыс, ол қандай ғылым болса да басқа бір ғылыммен байланысты келіседі бір жағынан. Ғылымдардың бәріне байқасаңыз, бір ғылым бар, бәрін бірге келістіреді. Бір-бірін толтырады ғой. Иә. Бұл жағынан сен мысалы үшін ислам тұрғысынан, шариғат тұрғысынан мен саған айтайын, бір кейбір нелерде мысалы фиқх бар бізде, хадис бар, тәфсир бар, ақида бар. Осы мәселелерде қиналатын ең көп сұрақ қойғың келетін жаңағы қызықты болатын қай бағыт сенде? Көбінесе. Енді ең қиыны, ең қызықты фәлсафа болу керек. Ақида. Иә. Әйтсе ол ең көп білінбейтін жағы. Қалғандары тәфсирден ол білінеді, мынаны істейсің, әйтсе осылай болады. Әйтсе істемесең осылай болады деп айтады өз тәфсирде. Бірақ ақидада біз айтқан сияқты сұралуға болмайтын сұрақтар бар ғой. Неге Алла тағаланы көре алмаймыз, неге бізге өзі көрсетпейді, мысалы сүрелерде хуруфта бар ғой, Ясин, Таха, неге мысалы оның мағынасын білмейміз ғой. Сол үшін ол ең қиыны, ең қызығы сол жаққа. Ал енді біреу жоқ, мен білгім келеді, оны білмейтін болсам енді оны Құран оқымаймын десе сен не деп айтасың? Ол енді ақымақтылық жағынан әйтсе, білмей оны білуім керекпін деп ойласа, онда ол Құранды толықтай танымаған, дінін толықтай танымаған деген сөз. Бір жағынан оның ішінде тәкаппарлық та бар. Бірдеңе білмесем, ол онда дұрыс зат емес деген сияқты айтқысы келіп тұр. Өйткені пайғамбар заманында, саллаллаху заманында да ондай жаңағы тағалаға қарсы, дінге қарсы серік қосқандар, Құранды жақсы көрмейтіндер, ұнатпайтындар, шеғарун деп айтады ғой, пайғамбар саллаллаху да шеғар, яғни Құранды тақпақ деп айтады. Әрі тақпақты оқитын сенсің деп пайғамбар саллаллаху келтіреді ғой. Қазіргі заманда Құран жаңағы бір қисса, сондай бір хикая деп айтатындардың деп айтасың кетеді ғой. Ішінде алдына өтіп кеткен пайғамбарлардың өмірлері бар. Оларды сендер қайдан білесіңдер деген сияқты. Енді Құран хисса хикаяға айтылуы да болады. Бірақ Құран қисса менен сабақтың араласы деп ойлаймын. Құран бізге жай қисса алып келген жоқ қой, жай осылай мынандай болды деп. Ол бізге мынандай болды деп айтады, неге? Одан үйрену үшін. Сол үшін Құранға қараған кезде жаңағы қиссаға қарауға да болмайды, жаңағы сабаққа да қарауға болмайды. Жаңағы сабаққа қарасаңыз, қазіргі школ сияқты болса, сабақ жат айтсаң да болды. Бірақ сабақ қисса қарасаңыз, түсінесіз, бір уақытта не істеу керегін білесіз. Мектепте болған кезде сен не нәрсеге көңіл бөлетін едің? Достармен қарым-қатынаста мәміледе болған кезде, әрі ұстаздармен мәміледе болған кезде? Енді ұстаздармен жай құрмет көрсету, әдепті болу, ал достармен арасында күлу, қалжыңдасу, олармен бірге ойнау. Ұстаздарының кейбір исар деген дәріс мәнілі исар са? Яғни неге ұстаздарының сендерді өздерінен деп бұрын бірінші орынға қоятын кездерін байқадың ба? Мысырда ондай біраз бар, иә. Мысырда мұғалімдер көмектесуге қатты тырысады. Ал сен сабақта өте алмай тұрсаң, саған айтады, мақұл мынаны істеді, мен саған 10 балл қоса саламын дейді мысалы.
жұмыстардағыларға көмектеседі олар ана өтсін ең азы мен сауыннан тыныш көңіл жақсы бірдеңе қылып үйренсін алып шықсын деп ойлайды. Демек мектепте бал маңызды емес. Сен соңында бітіретін қазір сол мектепте саған сабақ берген ұстаздармен байланысасың ба? Достармен ше? Достармен, Бұл сен үшін жақсы нәрсе ғой. Жақсы нәрсе. Ал енді кейбір қатал болатын ұстаздар немесе ұстаздарына құрметсіздік көрсететіндерге не айтасың? Ұстаздарына қатал болатын ба? Ұстаздар оқушыларына қатал болатын. Және де оқушылар да ұстаздарына құрметсіздік көрсетсе. Енді мен көзқарасым, мен қатал ұстаздарға мен біләкс оған бағынуға тырыссам. Нан істесем қалай маған қарайды, нан істесем маған қалай сөйлеседі. Мысалы, школда қатал мұғалімдердің ең көбісі мен жақсы көреді. Әйтсе мен қандай жолым болса да, оларды қуантуға тырыстым. Көрейін, осылай істесе не айтады, осылай істемесе не айтады. Бір жағынан маған да эксперимент болды. Адамдар тәжірибе. Тәжірибе болды осылай. Адамдармен қалай сөйлесу, қалай танысу деген сияқты. Балалардың көбісі қатал мұғалім болса, неге қатал маған көмектесу керек деп ойлайды. Бірақ та сен школға барған кезде сен екі жақтан да тырысу керексің ғой. Мұғалім де тырысу керек, студент те тырысу керек. Өйткені қазір мектептен кейін жан-жағына қарасаң, неше түрлі мінезді адамдар бар. Солармен мәмілеге сол үшін көмектесті. Ал енді ұстаздарына құрметсіздік көрсететін оқушыларға не деп айтасың? Енді айтатын көп сөз жоқ. Олар мұғалімдерінде қатал болса, басқа біреуден де сөз тыңдамайды ең көбісі. Басқа біреу деген кезде бұл жерге не кіруі мүмкін? Бәрі, әке шешесі, анасы, достары. Достарының өздері де ол өзі қатал болса, достары да қатал болу мүмкін деген сөз, 80%. Бір тәртіпке бағынбайтын адам, жаңа сен айтқандай, демек ата-ананың тәртібіне бағынбайды деген сөз ғой, соған жетеді ма соңында? Ең көп уақытта, ең маңызды болатын проблема сол болады. Алдағы уақытта алдына шығатын жаңағы бөгет сол болып кетуі мүмкін. Жақсы. Енді қазір сен мектеп бітірдің. Үйін ішіндегі алған тәлім тәрбиені, әке-шешеңдегі жаңағы мінез-құлық деп айтсақ болады, ислами тәрбие деп айтсақ болады. Қаншалықты өміріңде қолданып жатырсың? Қолданбаған уақытым болмаған жоқ. Уақытын бәрі қолданып. Сол бірінші зат тәрбие ғой. Ғылымды сен бәрібір уақытта үйрене алсың. 10 жасында, 40 жасында, 80-100 жасында. Ол ғылым ол әрдайым тұрады ғой. Тәрбиені табу үшін сен мысалы қазіргі уақытта тәрбие енді Қазақстанда жақсарып тұр, бірақ та мысалы Мысыр елінде ол уақытпенен азайып тұр тәрбие. Сен баласына ақша алады ма, істеген келетінді істе дейді. Сол үшін ең бірінші тәрбие, сосын кейін ғылым. Демек, арабша білсе де, Құран тілін білсе де, тәрбие жағы дұрыс болмаса, ол толықтай мұсылманның жолында жүр деп айта алмаймыз, Ал бізде керісінше болып тұр. Демек, бізде жақсарып жатыр деген сөз. Жақсы нәрсе ғой. Қазіргі жастардың бәрін, мысалы, тарихқа барған едім, Нұр-Мүбаракта ең көбісі жастар. Соған да таңғалдым. Әйтсе бізде Мысырда ең көбісі кәрі адамдар, аталар. Жақсы. Енді сен қалай ойлайсың? Осы мынау алған тәрбиең сені қаншалықты көтерді, дәрежеңді? Тәрбиесіз көтерілмейді ешкім. Құрметсіздік болады ғой, Құрметсіздік, әдепсіздік. Вообще тәрбие ең бірінші адамды түзететін тәрбие. Тәрбиені білмесе, қай жолдан жүретінін, или қай жаққа баратынын өзі де білмейді. Жақсы. Ал енді Қазақстанда қызыққан іс-әрекеттер жастардың жаңағы ұнатқан осыны тарауих намазындағы көп жастардың көргеннен басқа. Қазақстандағы іс-әрекеттер осы жастардың көбісі одан өздерінің үлкен болған адамдарға қатты көп көмектеседі, қатты көп құрмет көрсетеді. Мысалы бір тәте жүрсе, ауыр пакет жүрсе, тәтесіге көмектесейін бе деп айтады, пакеттерді көтеріп. Сен бір көмек берген болса, олар осылай жақсы осылай иіліп, осылай сөйлеседі, осылай көмектесейін деп. Мысырда ондай аз. Қайтадан сол мәселеге қайтамыз. Арабтар екен деп немесе арабша біледі, Құран тілін біледі деп тоқтай исламмен жүрмейді деген сөз. Демек, ондай кісілер көрген кезде де біз исламды емес, біз адамды, адамға не береміз, бал береміз, адамға үкім береміз. Керек болса біз адамға да үкім бере алмаймыз, өйткені ішінде қандай
проблемасы бар екен, қандай көңіл күйде жүргенін де білмейміз ғой. Кейде сен мысалы үшін қалай ойлайсың, көлік айдап жүрсің Алматыда, Иә. бір кісі жаман сөз айтса немесе қатты асығып жүріп бара жатса, қалай қарайсың ондай нәрсеге? Енді жаман сөз айтса, ол қатты мән бересің. Жаман сөз айтса, одан жай ұзақ жүрейін деймін. Ол неге жаман сөз айтып білмеймін ғой. Мүмкін әйелі үйде ауырып жатқан шығар. Мүмкін өзі жақсы тәрбиелемеген деп одан да осылай жаман деп айтуға болмайды. Ол да кінәлі емес қой. Ол өз-өзіне тәрбие бере алмады ғой, бөпе болса. Ол бәрібір де әр жаман адамның артында бір история бар, бір қисса бар. Бір оқиға бар. Иә. Қанша жаман болса да, әйтеуір артынан бір себеп бар. Өзінен де болмауы мүмкін. Енді сен қалай ойлайсың? Кейбіреулер айтады ғой, мен жоқ болдым, мен 18-ге толдым, немесе мен 25-ге толдым, жасым өтіп кетті, мен кішкентай бала емес, сен айтқандай, мен тәрбиелей алмаймын деп айтатын болса, сен не айтасың? Өзін тәрбиелей алмаймын деп айтса ма? Ондайға мен үйренген емеспін, мен сол осындай адаммын десе. Енді бір жағынан дұрыс деп айта алмаймын, бірақ та енді хақиқат сондай, осылай ол балаларға 14 жастан кейін қайтадан ең басынан тәрбиелеу ол қатты қиын. Ең қиын заттардың бірі өзін өзгерту, басқа біреу сені өзгертуге тырысса, ол почти ешқашан болмайды. Бірақ та адам өзін өзгерткісі келсе, ол жылдар бойы осылай өзін тану керек, қиыншылықтардан өту керек, басқа адамдарды көру керек, басқа заттарды көру керек, басқа уақиғаларды көру керек. Ол жеңіл болмайды. Мектепте оқып жүрген кезде жаңа біз айттық қой, мектепте белгілі бір намаздың уақыттары бар, арнайы. Сол уақытта сен достарын шақыратын ба едің намазға жүріңдер? Осылай намаз оқып бастаған кезде иә шақыратын едім, бірақ та енді ол жақтағы бәрі де осылай уақытымен намаз оқымайтын балалар да бар еді. Мен интернативный школа болғаннан кейін ең көп саны тұрған байлардың балалары ғой. Сол үшін олар осылай жоқ, мен үйде оқиын деп айтса, бірақ та бәрібір де оқымайды. Ал мен өзім танитын оқитын балаларға иә келіңдер оқиық дейтін едім, бірақ қалғандарға мән бермейтін едім. Ол балалар қалай ойлайсың? Қазір мысалы үшін өзгерулері мүмкін ба? Мүмкін, иә, бірақ та өзгергендер аз. Енді бір жаңа айтқанда тәрбиесіз бір баланы көрген кезде баланың өзіне жабамаймыз деп айттық, иә? Өйткені ол үйіндегі тәрбиесіне байланысты. Әке-шешесі бермеген тәрбиені ол бала өзінен өзі үйрене алмайды деп айттық. Немесе кеш үйрену мүмкін деп айттық. Демек, бұл жердегі менің ойыма келіп отырған қазір бір оқиға бар, ол оқиғаны сен де жақсы білесің. Өте жаңағы сахабалардың өздеріне де пайғамбарлардың да бастарына келген Лут алейхиссалам, ол пайғамбардың әйелі, ұлы қарсы шығады ғой. Бұнайяркаб мағана деген кезде ұл не деп айтады? Жоқ деп айтады. Демек, пайғамбар қалай сонда баласы тәрбие бере алмады ма деген нәрсені айта аламыз ба? Яғни тәрбие беру керек еді, бірақ Алла Тағала не істеді оны? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Атаның аяты бар ғой, «Иннака ла тахди мен ахбабта, валакинна Аллаху яхди мен яша». Яғни пайғамбарымыздың өзі, саллаллаху алейхи вассаламның өзі, жақсы көретін адамды тура жолға салғысы келсе, бірақ Алла Тағала оған жазып қоймаса, ол болмайды деп айтты. Болмайды, иә. Демек, сонда әке-шеше не істеу керек деп ойлайсың, баласы тәрбие алғысы келмесе? Әке-шеше үйретіп жатыр жақсы тәрбиені, бірақ баласы алғысы келмесе. Енді ең соңына дейін тырысу керек. Тырысу керек деген қиналту біле емес, ақылмен тырысу керек. Әке-шешелердің не көп сөйлейді. Тырысу деген қолынан телефонды алып алу, жоқ досымен шықпайсың, жоқ ана жаққа бармайсың, мынаны істемейсің. Жаза беру. Иә, енді жаза беру жаман да емес, жақсы да емес. Жақсы емес, қатты жаман жаза болса, ол болмайды. Әр істің өзі дәрежесі бар ғой. Мысалы, жоқ Құран оқымаймын демесе, оны бірден ұрып салу дұрыс емес ғой. Бірақ та мысалы, Құранға қарсы сөз айтса, онда ол кішкене қаталдау бір жаза керек болу керек. Деңгейіне қарай. Иә. Жақсы. Және де осыған қосатын бір нәрсе айтатын болсақ, дұға етсе болады, иә? Дұғаның сенің өміріне қандай әсерін байқадың? Қандай бір қиыншылықты баса түскен кезде сол кезде дұға еттің, Алла Тағала саған жеңілдік берді, соның жеңілдігін сездің ба, көрдің ба? Енді осылай мен қазіргі ойым бір қиыншылық көрсем, ол қиыншылық деп те қарауым келмейді. Ол болу керек, одан бірдеме үйренемін деп жағына қараймын. Арқылы дұға жағынан бірдеме қалағым келсе, соған ең көбісі дұғаны аударамын. Жақсы бала болғым келсе, или спорттан тағы да жақсы болғым келсе, футбол жақсы ойнағым келсе, соған қарай дұғаны айтамын. Ал басқа жағынан жай қиыншылықтарға жай хайырын бер деймін. Жақсылығын бер деп.
иншалла. Тағы да қосатын сұрақтарыңыз бар ма достар? Не тыңдармандар, көрермендер. Енді соңғы бір сенен не болсын, өтініш болсын. Жастарға қазіргі осы Қазақстанда жүрсің, байқап жатырсың, намазға да бардың, осы жастардың арасына да кірдің, біздің жаңа жақын туған туысқандарымызды да көрдің. Қандай бір насихат айтар едің, немесе былай істегендерін дұрысырақ, осының нәтижесін көресіңдер деп айтар едің? Енді былай істегендерің дұрысырақ деп қазір айта алмаймын. Қазіргі қазақ жастар бәрі де әлі үйреніп тұр ғой. Қазақтар көп арабша да білмейді, сол үшін Құранға да ала пұл бара алмайды. Тікелей бара алмайды, неге намазға емес деп Құранды оқып түсіне салмайды. Сол үшін қазіргі жастарға ең көбісі мен ойлайтын ең жақсысы іздесін. Іздегенмен ол іздеген мысалы бір сақаны қойып емес, ол бір сұрақ болса, сол бір сұрақты тағы да 5-10 бөлімге бөліп, соның бәрін жауабын тауып, соған қарай әрекетін жасасын. Бір тұсынан емес, бірнеше бағытынан кірсін дейсің ғой. Жақсы. Енді исламмен жүрген адам жаман жолға түсуі мүмкін бе? Мұсылмандық жолмен жүрсе, Құран жолмен жүрсе? Болады, Не үшін болады деп ойлайсың? Ағзатында бар, исламда жүрмін деп тәкаппарлануы мүмкін. Мысалы, адамда бар, мұсылмандар деп айтады. Бақтаулы, мысалы, христиандарды жаман дейді, или яһудтерді жаман дейді, бақта екеуі де жаман емес қой. Христиандар бізден бұрын келген мұсылмандар еді. Олардан бұрын келгендер яһудтар еді. Ол енді уақыт, политика, ақша, оның бәрін енді проблемдерге ауыстырған еді ғой. Сосын олар тәкаппарланғанда бар. Сен исламда әдейі пайдаланатындар бар, мен мұсылманмын деп адамдардың арасында жүріп, енді оларға мұнафиқтар деп айтуға болады. 200-ді. Сонда адамдар негізі ең көп бұзылатындар, ал басқа жақтан мұсылман болып бұзылатындардың ең көбісі діннан бұзылмайды. Яғни мұсылман болып, сырттан бір әсер келіп оны бұзады. Оған жаңағы дос әсер болуы мүмкін, айналасындағы, жұмыс орнындағы. Бұған былай айтсақ та болады ма, сен қалай қарайсың? Яғни ислам дінін дұрыс түсінбегеннен кейін? Дұрыс түсінбегеннен кейін деп толық айта алмаймын. Дұрыс түсінгендер де бар. Толық емес, бірақ дұрыс түсінгендер бар, білетін жерлерін. Бірақ бәрібір де сырттан келген әсерлердің жазасын да алуы мүмкін. Оның бәрі танымайды ғой. Мысалы, бір адам келіп, саған жақсы көрінуі мүмкін, бірақ бір уақытта саған қаламайтын бір затты істеткізеді да, сол зат сені бұзып кетеді. Оның бәріміз контроль ете алмаймыз. Түсінікті, жақсы. Саған рахмет келгенің үшін. Осымен сұрақтарымыз тамам, подкастымыз тамам. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Алда сен енді ауырып отырсың, біраз Алла шипа берсін, иншалла. Подкасттың қандай маңызды пайдасы бар екен, бір 2 сөзбен айта аласың ба? Көп ғылым. Көп ғылым. Керемет, жақсы. Саған рахмет. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.